Сәлеметсіздер ме балалар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен қазақ тілі 2-ші сынып 91-ші сабақтың тақырыбы жалқы есім және жалпы есім деп аталады балалар. Ендеше бізге берілген тапсырманы қарайық. Зат есімнің жалқы және жалпы түрлерін ажыратуды үйренемін. Өлеңдегі негізгі ойды анықтаймын. 27-ші жаттығу: суреттерге қара, олардың астындағы сөздерді оқы. Айна кіші әріппен жазылған, айна үлкен әріппен, алма кіші әріп, алма үлкен әріппен жазылған. Суреттерге қатысты сөздердің бірі кіші әріппен, бірі бас әріппен жазылған. Оның себебі неде деп ойлайсың? Өзің қорытынды жасап көр, оны келесі беттегі мәліметпен салыстыр. Суреттерге қатысты сөздердің бірі кіші әріппен, бірі бас әріппен жазылған. Себебі бірі зат, ол кіші әріппен жазылады, бірі адамның аты үлкен әріппен жазылады екен балалар. Енді келесі жаттығуды қарайық балалар. Ал келесі жаттығуымыз кісінің аты жөні, жер су аттары, жан-жануарларға қойылған атаулар жалқы есім деп аталады. Жалқы есімдер әр уақытта бас әріппен жазылады. Мысалы, Әсел, Алматы, Іле, Құтжол. 28-ші жаттығу: өлеңді жатқа жаз. Бекен, төкен, тете екен, тете үлкені, бекен екен. Әбдібай табылды. Жалқы есімдердің астын сыз деген. Бұл жерде бекен, төкен және де бекен асты сызылады балалар. Келесі 29-ші жаттығу: өлеңді түсініп оқы. Қанат, Марат екеуі қамшы өре алады. Таң атталап екеуі тамаша ән салады. Самат, Сағат екеуі төгілдіп күй шертеді. Жанат, Манат екеуі киім-кешек тігеді. Балаларды өнерлі есептеп сен көренді. Сұлтан Қалиұлы. Өлеңдегі негізгі ойды анықта. Жалқы есімдерді тап. Негізгі ой: өнерлі балаларды таныстыру. Жалқы есімдер: Марат, Қанат, Таң атталап, Самат, Сағат, Жанат, Манат. Балалар. Ал балалар, шығармашылық үзіліс. 30-ші жаттығу: берілген сөздердің бір әрпін алып тастап, жаңа сөз жаса. Бізде мына жерде бата делінген, Әсел, Емен, Қаша, Ажар, Асан делінген. Енді сіздер жазасыздар: бата, ата, Әсел, сел, Емен, мен, Қаша, аша, Ажар, жар, Асан, сан деп жазасыздар балалар. Балалар, менің каналымда қазақ тілі және де математика, әдебиеттік оқу сабақтарының барлық жауаптары бар. Егер де сіздерге қажет болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Балалар, ендеше келесі жаттығуды қарайық бірге. Ал балалар, 31-ші жаттығу: мұғалім Қазақстанның табиғат ғажайыптары туралы біліп келіңдер деп тапсырма берді. Алия Талдықорған жеріндегі әнші құм, Дәулет Бурабайдағы жұмбақтас туралы әңгіме дайындап келіпті. Ал сен өз өлкеңдегі табиғат ғажайыптары туралы не айтар едің? Мен өзім Шарын Алматы облысындағы ең көрікті жердің бірі көне түркі тіліндегі чаран сөзі. Арынды, тасқынды, екпінді, қарқынды өзен дегенді білдіреді. Атау қойылған заманда бұл өзеннің ағысы қазіргідей баяу емес. Тасқынды, қатты да арынды болғаны сөзсіз. Қазіргі уақытта өзеннің бұрынғы арнасы қолмен қойғандай тік жарларға айналған. Оның әдемілігі Америкадағы каньондардан да асып түседі екен балалар. Балалар, біздің осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар балалар.